Адамға найзағай түскенде организмде не болады? Найзағай соққаннан кейін адамның терісі өте қатты күйіп қалады. Сонымен қатар ол жерде ағаштың бұтақтарына ұқсайтын фигура Лихтенберга немесе Лихтенбергтің фигурасы деген атқа ие болған іздер қалады. Бұл іздердің пайда болу себебі тері асты тамырларының жарылуы. Найзағай соққан адамдар тек қана терісіндегі күйіктермен ғана шектелмей, оларда көптеген жүйелерде әртүрлі бұзылыстар болады. Мысалы, шамамен 50%-ға дейінгі адамдарда көру және де есту органдарында үлкен проблемалар пайда болады. 1-2 күн немесе 2-3 жылға дейін олардың көздерінде катаракта дамуы мүмкін, немесе құлақтарында есту қабілетін жоғалту және де құлақтарында ызыңның пайда болу деген сияқты әртүрлі қиын мәселелер туындайды. Найзағай соғуының нәтижесінде өлімнің ең негізгі себебі ол жүректің тоқтауы. Орталық жүйке жүйесінде жалпы паралич, миға қан құйылу және де амнезия сияқты үлкен зардап шегулер болады. Адам организміне найзағай түскен жерде улы заттар бөлініп, токсиндер бөлінеді. Өйткені күйік кезінде тіндердің қатты зақымдануы болады. Осының нәтижесінде бүйрекке үлкен зақым келеді. Сонымен қатар, найзағай түскен орында бұлшық еттердің қатты жиырылуынан сүйектердің қатты сынуы болуы мүмкін.